Сәлем достар. Бүгін біз қазақ тілінде ең әдемі сөздер туралы әңгіме айтамыз. Қалай мен бұл сөздерді таңдадым? Мен достарымның арасында шағын сауалнама жасадым, сосын зерттеулерді қарадым. Енді сіз қазақтың ең әдемі сөздерін білуге дайынсыздар ма? Егер дайын десеңіз, лайк басыңыздар және менің арнама қосыңыздар. Ал кеттік. Ең әдемі қазақ сөздерінің бірі айналайын деген сөз. Қазақтар айналайын деп айтады, бірақ менің ойымша айналайын деген дұрыс. Қалай ойлайсыздар? Қандай нұсқа дұрыс болады? Айналайын немесе айналайын? Комментарийға жазыңыздар. Екінші және үшінші орында ана мен әке, анашым, әкешім деген сөздер тұр. Ең жиі қолданатын сөз қазақ тілінде жаным деген сөз, ол сөз төртінші орында. Сосын маған ұнайтын құлыным деген сөз, сүйіспеншілік, ақиқат, ынтықтық, іңкәр және найза деген сөз. Ал енді достар, комментарийға жазыңыздар және сіздің пікіріңіз бойынша қандай сөздер ең әдемі және ең жиі қолданатын сөздер. Көргеніңізге рахмет, сау болыңыздар.